Баршаңызға сәлем. Енді триггер блогындағы функционалдық блоктармен таныстық деп ойлаймын. Енді таймермен танысайық. Бізде жалпы реле время деген бар, реле уақыты. Мысалы көп қолданады, ажыратады, қосады. Былай айтқан кезде көп функционалдарды орындайды. Бұл жерде де реле уақыттары бар екен әртүрлі. Мысалы таймер задержка включения дейді. Сонымен танысайық. Бірінші i1-ді жалғаймын. Одан кейін q1-ге жалғаймын. Одан кейін бізге tom 1 дейді. Міне time задержка включения. Яғни сигнал түскен уақытта ғана барып бізде не дейді? Қосылады белгілі бір уақыттан кейін. Ол үшін біз бірінші функционалдық блокты белгілейміз. Мышканың сол жақ батырмасын бір рет басып, одан кейін бұл жерде біз свойствоға барамыз. Свойствоға міне барсақ, бұл жерде масштаб времени дейді. Сол жерде таңдау бар. Минут бар, сағат бар, күн бар екен. Мен мысалы секундты таңдаймын. Мысалы 5 секундқа қойайын. 5 секунд батырмас басамыз. 5 секунд таңдалды. Енді симуляцияны тексерейік. Симуляциямен мінекей i1 команда түседі. Сигнал 1 деген мән түседі. Реле уақытына 5 секундтан кейін мінекей q1 қосылады екен. q1-ге 1 деген мән барады да, қосылады. Егер де i1-де сигнал жоғалып кететін болса, онда біз реле уақытымыз өшіп қалады екен. Яғни реле уақыты том 1 әр уақытта кірісінде тұрақты болу керек, сигнал тұрақты болып тұру керек. Егер сигнал ажырап қалатын болса, мінекей, онда уақыт үзіледі де қосылмай қалады екен. Кез келген уақытты қоюға болады. Бұл жерде күн, минут деген секілді. Енді келесі реле уақыты, бұл таймер бізде таймер задержка включения. Бұлда керісінше өшеді екен. Мінекей q3-ге оралайым, белгілейміз. Әрі мінекей дәл бұл секілді минут, сағат, күн бар екен. Секунд таңдаймын. Менде бір мысалы айтайын 5 секундқа қойайын бұнда. Жұмысқа қарайық. Мысалы таймер бірінші тонды 1 қосайын, таймер включениені. Одан кейін таймер тофты қосамын. Тофты қостым, бірден қосылды мінекей. Бірден қосылды. Мынау белгілі бір уақыттан кейін қосылса, ал бұл таймер задержка включения ажырайды. Белгілі бір уақыттан ажырайды. Тек қана сигнал жоғалған кезде барып ажырайды екен. Яғни әр функциональный блоктың өзінің бір атқару қызметі бар екен, соны есте сақтау керек. Осыларды білгеннен кейін белгілі бір проект, яғни бағдарлама құруға болады екен. Мінекей. Яғни сигнал жоғалған кезде бірде сигнал қашан жоғалады, сол кезде барып яғни содан 5 секундтан кейін бір өшеді екен. Бұл таймерден. Бұл таймерді алдыңғы сабақта өткен немен қолдануға болады. Бұл айтқан кезде триггермен. Мысалы триггер бізде әрдайым тұрақты бірден ұстап қалады. Мысалы таймер триггер с приоритетным включением дейді. Осыны қолданайық. Мысалы тұра берсін. Таңдайық. Мынаны былай жалап қойайын. Мінекей set команда бердім. Мінекей триггер ұстап қалды. Кіріске ешқандай не керек жоқ, сигнал керек жоқ. Триггер өзі бір беріп тұр, 1 деген мәнді. 5 секундтан кейін қосылды. Енді функцияны сброс берем. Мінекей сброс өшті. Енді осы бағдарламамызды біздер өзім реле бағдарламамызға құйып көрейік. Ол алдындағыдай біз настройка порт жасаймыз. Последовательный порт таңдаймыз. Мына жерде комды таңдаймыз. Қандай ком 3, ком 4, ком 5, қай ком қарайсыз, диспетчер устройствоға кіріп, бағанағыда өткенде көрсеткендей сабақта таңдау арқайсыз. Таңдағаннан кейін бізде байланыс орнатылады. Одан прибор қойып, қайттан программа істейміз. Программын жазады екенбіз. Мінекей, қазір мен шығарайын. Записать программу.
мінекей менде программа құйылып жатыр. Программа құйылды. Енді мінекей тексеріп көрсек болады екен. Мінекей кнопканы басамын мен қазір. Триггер 5 секундтан кейін қазір не істейді? Қосылу керек екен. Мінекей 5 секундтан кейін қосылды. Енді A2-ге питание беремін, қорек беремін, ажыратамын. Міне бірден ажырап қалды. Енді келесі A3 бізде тоныш бірден қосылу керек. Басып тұрамын. A3 екен. Енді A3 қосылып тұр. Негізі менде мінекей қосылып тұр. Ажырады мінекей. Мінекей қайттан көрсетем. Бір бастым. 5 секундтан қосылады. Енді қайта өшірсек болады. Осылай реле бағдарламасын қолдану арқылы әртүрлі кезде логикалық операцияларды қолдану арқылы, қарастыру арқылы әртүрлі айтқан нелерді электр құрылғыны қосып, ажыратып, қосуға болады екен. Жақсы, сау болыңыздар. Егер видеоролик ұнап жатырса, каналға тіркеліп, лайк басып кетеміз. Сау болыңыздар.